Қайырлы күн достар, бүгін қияры жабатын боламыз. Өте керемет, қысқа жегенге қытырлап тұратын қияр. Ең алдымен қиярды осылай суға бір түнге салып қойыңыздар. Содан кейін чесногымызды салып қоямыз жылы суға. Жаңа қиярымызды жуып, осылай екі шетін алып тастайсыздар. Жақсылап жуып аламыз достар. Одан осыны укроп керек болады. Аспирин. Достар, хреннің жапырағы болса да болар еді, менде болмай қалды. Және крышка осындай. Осындай крышкалар жақсы. Лавров лист және перец черный. Горошекті аламыз. Мынандай домалақ-домалағын аламыз. Алдымен суымызды қайнатамыз және банкілерімізді парлайтын боламыз. Крышкаларды да қайнатып аламыз. Енді банкімізге 2 чеснок, укроп, видеодағыдай осылай салыңыздар. Қара бұрыш және лавровый листті бәрін саламыз. Достар, қалауымызша бұрыш, капуста салып жесеңіздер де болады. Мен бүгін только қиярдан жасайтын боламын. Қиярдың құр өзін салатын болам. Ештеңке салмадым. Осылай жақсылап тығыздап салып алыңыздар. Қайнап тұрған суымызды құйып, бетпе-бет осылай крышкамен жаба тұрамыз. 20-30 минут тұру керек бұл суда. Содан кейін барып суымызды төгеміз. Осы суды қайнатып қайтадан құйсаңыздар да болады, болмаса жаңа су құйсаңыздар да болады, таза суды. Мен таза суды қайнатып қойдым. Осындай крышкамен ыңғайлы суын ағызып тастайсыздар. Енді бізге тұз, қант, аспирин керек болады. 2 аспирин саламыз 2 литрлік банкіге. Және тұзды 2 ас қасық толтырып саламыз. 3 литрлік банк болса 3 ас қасық саласыздар тұздан. Қанттан 1 қасық саламыз. Достар, жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады және атылмайды, сол қалпында сақталады. Қыста күшті дәмді қытырлақ болып тұрады. Қайнап тұрған таза суымды құйып жатырмын. Толтырып құясыздар, көріп тұрғандарыңыздай. Бұл суды сорып алады, содан кейін толтыру керекпіз. Бәрін осылай салып шықтым. Тұзымды, қантымды салып, суды құйып, крышкаларын жабамыз. Крышкаларын жауып болған соң, осылай төңкеріп, одеял жауып қоясыздар.
бір түнге тұру керек. Одан кейін алып кладовкаға, комнатаға сақтап қоя бересіздер. Жасап көріңіздер достар.